Баршаңызға сәлем, арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен дәл осындай картоп қосылған дәмді сочный мантының жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше дәл осындай дәмді мантымызды бірге әзірлейік. Ең алдымен біз қамырын илеп дайындап қоятын боламыз. Ол үшін ыдысымызға тұзымыз бен жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып, оның үстінен салқын суымызды құйып, және де тығыздығына қарай ұнымызды салып, жақсылап орташа қаттылықта қамырымызды илеп алатын боламыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткізілген болуы қажет. Сол кезде сіздердің ұндарыңызда ешқандай комочек шықпайтын болады. Өзіме ыңғайлы болу үшін енді осылай дастарханға түсіріп илеп алатын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз дайын болды. Енді иі қанғанша және де начинкамыз дайын болғанша пакетикке салып тоңазытқышқа қалдыратын боламыз. Начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына алдын ала жуып, тазартып алған пияздарымызды дәл видеодағыдай майда етіп турап отыратын боламыз. Мендегі фарш майлы болғандықтан ешқандай құрамына басқа май қоспайтын боламын. Егер сіздердің фарштарыңыз майлы болмаса, міндетті түрде іш май немесе құйрық май, егер де ол аталған майлар болмаса, міндетті түрде өсімдік майын аздап қосып жіберсеңіз болады. Сол кезде сіздердің мантыларыңыз өте сочный болып шығатын болады. Мінекей пияздарымызды турап болдық. Енді тазартып алған картоптарымызды да дәл видеодағыдай майда етіп турап алатын боламыз. Мантының пиязы көп болған сайын дәмі де ерекше бола түседі. Сол себепті мен пиязын көбірек қосқанды жөн көрдім. Картоппен де дәмі өте ерекше болады. Сол себепті міндетті түрде картоп қосып та жасап көріңіздер. Мінекей картоптарымызды да турап болдық. Енді аздап кішігірім қырыққабатымызды да соломка етіп турап салатын боламыз. Қабатты мантымыздың дәмін одан сайын аша түседі. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай барлық ингредиенттерімізді турап алдық. Енді дәміне қарай тұзымызды және де қара бұрышымызды салып, қолдың көмегімен жақсылап начинкамызды араластыратын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай начинкамыз дайын болды. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Алдын ала дайындап илеп қойған қамырымызды осылай жақсылап бір қайтара илеп, екі бөлікке бөліп, қамырларымызды жаюға кірісеміз. Қамырымыз көп тұрғандарыңыздай қатты жұмсақ та, қатты да емес, орташа жұмсақтықта сағат тілімен осылай аздап ұн себе отырып жайып шығатын боламыз. Манты тағамы негізі өте ерекше дәмді тағамдардың бірі. Барлық отбасыға ұнайды деп ойлаймын. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер.
Достар, менің арнамда көптеген қолжетімді рецепттермен жасалатын дәмді пирогтар, салаттар және де тіске басарлардың рецептілері бар. Арнамды жоғалтып алмас үшін және де қазақша контентті қолдап, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңыраушаның белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Неге көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын. Енді аздап ұн себе отырып, қамырымызды кесуге дайындайтын боламыз. Қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай қатты қалыңды, қатты жұқада емес, орташа қалыңдықта. Мінекей қамырларымызды кесіп алдық. Енді дәл видеодағыдай етіп жайып шығатын боламыз. Қамырларымызға начинкаларымызды салып, классикалық үлгіде түйіп алатын боламыз. Дәл осы сәтте газымызге суымызды қайнатуға қойып қоятын боламыз. Біз қазір мантыларымызды түйіп болғанша суымыз да қайнап қалады. Мантыны мен осылай классикалық үлгіде түйгенді жақсы көремін. Сіздер өз қалауларыңызша кез келген пішінде түйсеңіздер де болады. Және де дәл осы сәтте листтерімізді майлап дайындап алатын боламыз. Және де дайын болып түйіп алған мантыларымызды листтерімізге орналастырып шығамыз. Мінекей мантыларымызды түйіп алдық. Енді листтерімізге орналастырып 45 минутта қайнап тұрған суда пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте тойымды рецепт. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай мантыларымыз пісіп шықты, өте сочный болып, қамырды көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамды жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңыраушаның белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.